Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы әдепті балалар, жуан және жіңішке айтылатын сөздер. Бүгінгі сабақта тақырыбы мен иллюстрациясы бойынша аудио, бейне жазба, кітап басылым материалдарының көмегімен мәтіннің мазмұнын болжау. Дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырату, дауысты дыбыстарды жуан, жіңішке болып бөлінетінін түсіну. Балалар, үйге берілген тапсырманы қайталап шығамыз. Үйге бізге бәрінен де жақсы деген мәтін берілген болатын. Ендеше балалар, бұл жерде бізге жасырынған смайл суреттер. Оны біз табу үшін бұл жердегі 5 сұраққа жауап берейік. Бірінші сұрақ. Көшеде кім адасып қалды? Тамаша, кішкентай қыз. Екінші сұрақ. Ол анасын іздеп не істеді? Мұқият ойланамыз. Қатты жылады. Тамаша. Келесі үшінші сұрақ. Жылаған қызды көрген адамдар не қылды? Оны жұбатты. Тамаша. Келесі төртінші сұрақ. Адамдар одан не деп сұрады? Дұрыс, сенің анаң қандай адам деп сұрады. Келесі бесінші сұрақ. Қыз адамдарға не деп жауап берді? Әрине, менің анам бәрінен де жақсы адам деп жауап берді. Ал балалар, ендеше бұл экранда бізге қандай ағаштар берілген? Дұрыс айтасыздар. Бірі жуан, бірі жіңішке ағаштар екен. Бізде дауысты дыбыстар да жуан және жіңішке болып екіге бөлінеді. Жуан ағаштағы әріптерді бірге қайталаймыз. А, О, О, әрпі. Тамаша. Келесі жіңішке ағаштағы әріптер. Ә, Е, Ө, Ү, әрпі. Тамаша. Ендеше балалар, әрбір ағаштан біз екі мысалдан сөз келтірейік. Мысалыға, А, алма, О, орындық. Жарайсыздар. Келесі жіңішке ағаштағы әріптерге сөз келтіреміз. Әже, ешкі. Жарайсыздар балалар. Тамаша. Яғни біздің тақырыбымыз жуан және жіңішке айтылатын сөздер. Балалар, ендеше еске түсірейік. Жуан дауысты дыбыстарды айтқан кезде біздің тіліміз артқа қарай шегінеді. Қайталаймыз. А, О, О, Ы. Жарайсыздар. Енді балалар, жіңішке дауысты дыбыстар айтқан кезде біздің тіліміз алға қарай жылжиды. Қайталаймыз. Ә, Е, Ө, Ү, Ү. Тамаша. Балалар, бұл жердегі суретте не бейнеленген? Мұқият ойланып көрейік. Дұрыс айтасыздар. Бірінші суретте балалар үлкен әжейдің ақыл кеңесін тыңдап құрметтеп отыр екен. Келесі суретте үлкен атаймен көрісіп амандасып жатыр. Ал келесі суретте атаға таяғын алып беріп көмектесіп жатыр екен. Ал келесі суретте аялдамада үлкен адамға жол, орын беріп жатыр екен. Бұндай балаларды біздер қандай балалар деп айтаймыз балалар? Дұрыс айтасыздар. Әдепті балалар екен. Ендеше балалар, әдепті балалар атты мәтінді бізге Әдібай Табылды атамыз оқып беретін болады. Мұқият тыңдаймыз. Жақында Асан атаның баласы қалаға көшіп кетті. Оқушылар Асан ата мен Әсем әжеге көмектесуге келісті. Ол ағай, ұлдар мал күтуге көмектесін, ал қыздар үйді тазаласын деді. Балалар түнде ата мен әжеге көмекке келді. Өркендерің өсін. Халыққа қадірлі азамат болыңдар деді Асан ата. Әсем әже дастархан жайды. Ол, бірлік пен татулықтарың үшін ризамын деді.
Жақсы балалар, ендеше тағы да менімен бірге қайталап оқыңыздар. Әдепті балалар. Жақында Асан атаның баласы қалаға көшіп кетті. Оқушылар Асан ата мен Әсем әжеге көмектесуге келісті. Толағай, ұлдар мал күтуге көмектесін, ал қыздар үйді тазаласын, деді. Балалар күнде ата мен әжеге көмекке келді. Өркендерің өссін, халыққа қадірлі азамат болыңдар, деді Асан ата. Әсем әже дастархан жайды. Ол бірлік пен татулықтардың үшін ризамын, деді. Тамаша, ендеше балалар, бізге мәтін түсінікті болған шығар, я? Ендеше сұраққа жауап береміз. Балалар қандай қамқорлық жасады? Ойланамыз. Дұрыс айтасыздар, көмектесті. Келесі сұрақ, әже оларға не деді? Ойланамыз. Я, балалар, әже оларға бірлік пен татулықтардың үшін ризамын, деді. Жарайсыздар. Әдепті балалар сөздерінде неше дауысты дыбыс бар? Олар қалай естіледі? Жуан ба, жіңішке ме? Ойланып көрейік. Я, балалар, әдепті сөзінде бізде 3 дауысты дыбыс бар екен. Ә, е, і. Олар бізде балалар жіңішке дауысты дыбыстар. Келесі балалар сөзі. Балалар сөзінде бізде а әрпі бар. Олар бізде жуан дауысты дыбыстар. Жарайсыздар балалар. Ендеше балалар, біз қазір дәптермен жұмыстанамыз. Бізге мақалды жатқа жаз дейді. Ендеше балалар, мақалды жаттамас бұрын біз бірнеше рет қайталап шығамыз. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Тағы бір қайталаймыз. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Балалар, яғни бұл жердегі мағына үлкенге құрмет көрсету, кішіге қамқор болу деген екен. Ал ендеше балалар, мұқияттап дәптермен жұмыстанамыз. Есте сақта, жазу жазғанда түзу отыр. Дәптерінді көлбеу қой. Қаламды дұрыс ұста. Келесі тапсырма. Моншақтардағы сөздерді оқы. Сөздердің айтылуына назар аудар. Оларды түсіне қарай топтастыр. Бір сөзбен қалай айтылатынын айт. Ал ендеше балалар, менімен бірге оқиық. Арыстан, шағала, жолбарыс, қой, қарға, бота. Ендеше балалар, сары моншақтағы сөздерді бірге оқып шығайық кәнеки. Арыстан, жолбарыс. Олар нелер балалар? Я, олар жануарлар. Келесі көк моншақтағы сөздерді бірге оқимыз. Шағала, қарға. Олар нелер балалар? Әрине, олар құстар. Келесі балалар, қызыл моншақтағы сөздерді бірге оқимыз. Қой, бота. Олар үй жануарлары. Жарайсыздар балалар. Келесі тапсырма. Жуан дауысты дыбысы бар сөздерді атаның үйіне, жіңішке дауысы бар сөздерді әженің үйіне кіргіз дейді. Ал бірге қайталап оқып шығайық балалар. Әке, аға, сіңлі, бауыр, ана, қарындаш, әпке. Ал ендеше балалар, кәнеке топтастырып көрейік. Әке сөзін біз әженің үйіне кіргіземіз. Аға сөзін біз атаның үйіне кіргіземіз. Сіңлі сөзін біз әженің үйіне кіргіземіз. Бауыр, атаның үйіне кіргіземіз. Қарындас атаның үйіне және әпке әженің үйіне. Жарайсыздар балалар, тамаша. Келесі тапсырма. Жуан және жіңішке айтылатын сөздерді ажырат дейді. Бізге бұл жерде балалар 4 сөз берілген екен. Қанеке бірге оқып шығайық. Ор, әл, өр, ал. Қанеке топтастырайық. Ор сөзі. Ойланамыз. Дұрыс айтасыздар. Жуан айтылатын сөздер. Әл сөзі. Жіңішке айтылатын сөздер. Өр сөзі.
жіңішке айтылатын сөздер, ал сөзі жуан айтылатын сөздер. Тамаша балалар. Келесі тапсырма. Ісіміз әдісі арқылы біз әрмен қарай сабағымызды бекітетін боламыз. Мұқият экранға зер саламыз. Жуан дауысты дыбыстарды тап дейді. Қане ойланайық. Я, дұрыс. Ол бізде А, О, О. Тамаша. Келесі сұрақ. Жіңішке дауысты дыбыстарды тап дейді. Қане ойланайық. Я. Ол бізде Ә, Е, Ö, Ö. Жарайсыздар балалар. Келесі сұрақ. Жуан айтылатын сөзді тап. Мұқият ойланамыз. Дұрыс айтасыздар. Орындық сөзі. Келесі сұрақ. Жіңішке айтылатын сөзді тап. Ойланамыз. Дұрыс. Ешкі сөзі. Жарайсыздар балалар. Енді балалар біз сабағымызды қорытындылаймыз. Сөздегі дыбыс түрлерін ажыратып, көркеп жазуға дағдыландың. Мәтін мазмұны мен иллюстрациясы бойынша қойылған сұраққа жауап бердің. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.